Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен өзіміз қазір қабылдап жүрген витаминдермен бөліскім келеді. Алдымен витамин С жайында қысқаша айтып кетейін. Бұл витамин иммунитетті көтеру үшін өте жақсы, әсіресе суық тиіп жүрген кезде, әлсіздік болғанда пайдалы. Бұл туралы алдыңғы видеоларда салғанмын. Ішінде порошок тәрізді, өте пайдалы. Ересектерде, кішкентай балаларда іше беруіне болады. Ең бастысы бір қасықтың кішкентай ұшымен алып беру керек, және де ол қасық пластик болу қажет. Витамин С жайында қосымша ақпарат білгіңіз келсе, каналымызда басқа да видеоларды қарап шығуға кеңес беремін. Келесі бұл витамин Калифорния Голд компаниясынікі. Бұл витамин сүйекке, иммунитетке, жалпы ағзаға өте маңызды. Күн аз түсетін кезде, әсіресе күз-қыс мезгілінде қабылдап жүрміз. Міндетті түрде анализ тапсырып, алдын ала организмдегі қажеттіліктің мөлшерін біліп алып, содан кейін қабылдаған жөн. Себебі оның мөлшері жетіспей немесе көбейіп кетсе, ол ағзаға өзінің зиянын тигізеді. Ол жайында да YouTube арнамда бар. Тағы бір витамин бұл магний, Доктор Бест компаниясынікі. Бұл магний жүйке жүйесіне өте пайдалы. Стресс кезінде, ұйқы бұзылғанда, бұлшықеттер тартылғанда жақсы көмектеседі. Өзім кешкі уақытта қабылдаймын. Егер қаласаңыздар, магний витамині туралы жеке толық видео түсіріп беремін. Яғни қалай қабылдау керек, кімдерге пайдалы, қай уақытта ішкен дұрыс, бәрін бөлек түсіндіріп шығамын. Ол жайында пікірге жазыңыздар, қызық болса әрине. Келесі йод тамшы түрінде Life Flow компаниясынікі. Бұл ересектерге арналған, қалқанша безге өте маңызды элемент. Мен оны күнделікті қабылдаймын, кейде балаларға да беремін. Әдетте бір стакан суға 3 тамшы қосып ішу ұсынылады. Егер организміңізде йод жетпесе, 5 тамшы ішуге болады. Мен көбіне өзім 5 тамшы ішемін, ал балаларға 2 тамшы немесе кішкентайына 1 тамшыдан беремін. Және де егер қаласаңыздар, йод туралы да жеке видео түсіріп, қалай қолдану керек екенін толық айтып беремін. Жалпы өзім осы йодты ішетін себебім өзіме энергия беру мақсатында. Сонымен қатар бізде Қазақстан йод жетіспеушілік аймаққа жатады. Яғни біз күнделікті теңіз тағамдарын жей бермейміз, сондықтан міндетті түрде ішеміз. Ал енді витамин А туралы. Менде 2 түрі бар. Бірінші Natural Factors, бұл балаларға арналған кішкентай капсула түріндегісі, яғни бұл көру қабілеті, тері және иммунитет үшін пайдалы. Балаларға күнделікті қабылдауға ыңғайлы. Бірақ витамин Аны үнемі көп мөлшерде ішуге болмайды. Бұл майда еритін витамин ағзада жинақталады, сондықтан тек кейде ғана қабылдау керек. Екіншісі бұл Now компаниясынікі, ересектерге арналған түрі. Бұл да көру қабілеті мен теріге жалпы ағзаға пайдалы. Егер қаласаңыздар, витамин А туралы жеке видео жасап, қалай дұрыс қабылдау керек екенін толық түсіндіремін. Ол үшін комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі бұл витаминдер жиынтығынан құралған, яғни магний, цинк, кальций D3, бұның бәрін біріктіріп бір капсула жасаған. Бұл арзан нұсқасы болғандықтан алып көрдім, бірақ шынымды айтсам ол маған көмектеспеді. Оның құрамындағы магнийдің түрі ұнамады, әсерін сезбедім. Содан кейін мен зерттеп, ақпарат қарап, бұлай болмайтынын түсіндім. Сөйтіп бөлек Доктор Бест компаниясының магнийін таптым, іздестіріп, қазір соны қабылдап жүрмін және маған әлдеқайда жақсы әсер етіп жатыр. Сол үшін осыны да айтып өткім келді, мүмкін біреуге пайдалы болар. Келесі мен жаңадан тапсырыс берген витамин қазір ашып сіздерге көрсетіп отырмын. Бұл В тобының витаминдері. В тобы витаминдері жүйке жүйесіне, энергияға және жалпы ағзаға өте пайдалы. Әсіресе шаршау, әлсіздік, стресс кезінде жақсы көмектеседі. Мен оны жаңадан бастап қабылдаймын. Қалай әсер ететінін кейін бөлек айтып беремін. Айта кетейін, көрермендер мені өте жүйкесі жұқарған, стресс көп, сондықтан осынша витамин ішіп жүр деп ойлап қалмасын. Бұл мүлде олай емес. Мен витаминдерді ауру болғандықтан емес, ағзаға жетіспей тұрған нәрселерді толықтыру үшін ғана қабылдаймын. Қазіргі тамақтанымда бәрі бірдей витамин, минералдар жетпей жатады. Сол үшін бұл тек қосымша қолдау ретінде ғана, яғни витаминдер ем емес, ағзаға жетіспегенді толықтыру үшін ғана қолданылады. Осы витаминдер туралы келесі видеода өз тәжірибеммен бөлісемін. Ал енді келесі бұл селен. Селен ағза үшін өте маңызды микроэлемент. Ол иммунитетті қолдауға, қалқанша бездің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі.
Сонымен қатар селен ағзаны қорғайды, антиоксидант ретінде әсер етеді және жалпы денсаулықты сақтауға пайдалы. Бұл витамин стресс кезінде, шаршау болғанда, иммунитет төмендеген кезде ағзаға жақсы қолдау береді. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, мен бұл витаминді жаңа ғана ашып жатырмын, енді ғана қабылдай бастаймын. Қалай әсер ететінін уақыт өте келе байқап, міндетті түрде келесі видеоларда өз тәжірибеммен бөлісемін. Видеода көріп тұрғаныңыздай, ішінде таблетка тәрізді, ішуге өте ыңғайлы. Ал енді балаларға арналған омега туралы айта кетейін. Балаларға омега таңдағанда ең бастысы ДХ мөлшерінің жоғары болуы керек. ДХ баланың ми дамуына, зейініне, есте сақтауына және көру қабілетіне өте маңызды. Сондықтан балаларға омега алар кезде міндетті түрде құрамына қараңыз. Мұндағы көріп тұрған жерде 100 мг деп тұр, яғни ДХ көбірек болған таңдағын дұрыс болады. Мен өз балаларыма арналған омеганы Карлсон компаниясынан таңдадым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қазір ашып жатырмын, бірақ бұның алдында да жеке беріп алдыртқан едім. Бізге ұнады, пайдалы болғандықтан тағы да заказ беріп, қазір осы жерде ашып көрсетіп тұрмын. Бұл компанияның сапасымен таза балық майымен танымал. Балаларға омега иммунитетке, жүйке жүйесіне және жалпы дамуына жақсы қолдау береді. Сол себепті қазір балаларым осы омеганы қабылдап жүр. Алдыңғы өзінің каналындағы видеода омега жайында айтқанын және де басқа түрлерінде көрсеткенмін. Сіздерге қызық болса, қарап көрулеріңізге болады. Ал дәл қазір балаларым осы омеганы қолдануда. Оларға өте қатты ұнайды. Тағы да айта кетемін, әр адамға витамин әртүрлі әсер етеді. Міндетті түрде өз жағдайыңызға қарап, организміңізге қарап қабылдаған дұрыс. Егер осы видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қандай витаминдер туралы білгіңіз келеді, комментарияға жазыңыз. Келесі видеоларда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше.